Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында пісіретін түрік нан жасап көрсетемін. Нан өте әдемі, жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Нанды дайындау үшін бізге жылы сүт, жылы су, тұз, шекер, аштығы және бір жұмыртқаның ағы қажет. Мен бұл жерде 4 нанға иілеп жасадым. Мынау жазылған рецепттен 2 нан шығады, соны есептеп аласыздар. Ұнды ерліктен өткізіп, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығуы қажет. Осы иленген қамырдың үстіне сұйық майды құйып, жақсылап араластырып қамырды илейміз. Май мен қамыр әбден араласу қажет. Қамырды илеп болдық, енді бетін жауып жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырды мен 4 бөлікке бөлем. Менде қазір 4 нан шығу қажет. Қамырды зуала жасап, сәл көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Енді осы қамырдың бетіне жағатын дайындап алайық. Бізге бір жұмыртқаның сарысы және бір ас қасық айран, болмаса қаймақ салып жақсылап араластырамыз. Бетіне жағу үшін соны дайындап алайық. Қолмен осылай әдемілеп жасап, қолымызды жаңағы майға батырып тұрып, осылай әдемілеп формасын келістіріп алайық. Нанымыздың бетіне мен күнжіт септім. Енді осы дайын болған нанды тағы да 5-10 минут көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін біздің духовкамыз қызып тұру қажет. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің нанымыз дайын. Осындай әдемі нандар шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.